Бізде қазақтарда триггер қандай? Ақша кетсе да абырой кетпесін деген менде принцип бар. Енді мен сізді байлықтың символы деп білемін. Самый трэш, мен вокзалда 3 жыл жұмыс жасағам. Менде бай ата-ана жоқ. Менің мамам қарапайым повар, папам пенсиядағы адам. Я понимала, что мне недостаточно этих денег. Біреуге прикол шығар, мен энергия жинау үшін шетелге шығып, там қуып, медитация жасап өйтпеймін ше. Представим, қарызда, кредитта, бір қиын ситуацияда жүрген адам тұр да алдымызда. Оған біз не айта аламыз? Мышленияны қалай өсіре аламыз? Біздің каналға қош келдіңіздер. Бізде кезекті қонақта пиар-маркетолог, продюсер, әрі нарықтағы ең танымал проекттердің авторы деп айтсам қателеспеспін. Қайрат Нұртас, Жансерік Қадырбаев, Мила Саянова сияқты ең атақты блогерлардың проекттерін жүргізуші, сол проекттердің артындағы үлкен жұмысты атқарушы, идеяны орындаушы тұлға бізде қонақта Зама. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, бізде бүгін эксклюзив, себебі Зама бізде өте подкасттарға бармайтын, шақырса жоламайтын, сондай бір ерекше форматта өтейін деп тұр. Мен қоятын сұрақтарым көп, және халықтың да сізге қояр сұрақтары көп деп ойлаймын. Жалпы осы подкастқа дайындалу барысында мен сіздің страницаңызды оңды солды қарап шықтым. Ең бірінші байқаған нәрсем, сіздің табысыңыз Инстаграмға мүлдем байланбаған. Ондай проекттердің артында Зама тұрғанын ешкім білмейді. Оның себебі бар ма? Так, Инстаграм мен үшін ол табыс көзі емес негізі основной. Бірақ маған Инстаграмды просто анда-санда ненавязанный принципі дейді ғой. Просто өзім үшін кіремін, өзім үшін шығамын, салғым келсе саламын, но доход оған жұмыс сияқты қарамаймын. Мен жұмысым в основном негізі как сарафанка ғой. Мысалға, ой, давай Зама жасайды, Зама күшті. Нарықты, біз нарық кішкентай ғой, бәрі бір-бірін таниды. Я вообще за то, чтобы ақша кетсе да абырой кетпесін деген менде принцип бар. И жалпы осы уақытқа дейін істеген проекттарым болсын, адамдарым болсын, жұмыстарым болсын, мен всегда бірінші абыройды бірінші орынға қоямын. Ақша тапсақ таптық, таппасақ, как бы тоже не жарко, не холодно, келеді, кетеді. Вот осы принциптармен осы күнге дейін Алматыда жүріп қой деген Аллаға шүкір дейміз енді. Ал Инстаграм өзіне шықпаушы едім. Мен негізі Инстаграмда 2015 жылдан бастап бармын ғой. Вайптар сап қоясын, потом кейін смотрю, мен андай брендтер көп алатын да, сосын қыздар айтады, сіз неге анпакинг жасап салмайсыз ма? Елдер болмайтын бір заттың өзін саватады ғой, не деген не деп ше. Сосын мен аламын да ұмыт кетемін. Андай ашпаймын, бір кейін бір қолым тигенде ашамын ғой. Сосын давай, почему бы и нет, көрейік. И инстаны мен могу сказать, что личный бренд бірақ жылдың ішінде қалыптастырдым деп. Не в плане, до этого меня знали, но определенный, мысалы, Жансеріктің аудиториясы біледі, там Миланың аудиториясы, Зама ғой деп, орта біледі, аудитория біледі, но узкий аудитория біледі. Бұл жерде мен өзім ойландым да айттым, қалай шықсам болады? Типично шыға алмаймын. Так, маған триггер керек. Я сам маркетолог же. Бізде қазақтарда триггер қандай? Типа, толық адам вообще бренд алмау керек. Жалпы вообще өмір сүрмеу керек, ол вообще бір жерде сорлы болып жату керек, короче, үйде әбішіп отыру керек ше. Вот честно, это ихний триггер. Почему? Лучше похудела бы. У всех, короче, вот это один и тот же вопрос. Мен бір триггер ұстадым, білдім. Вот это залетит, типа, оны не істеп жүр деп айтады, короче. И чем больше люди будут об этом обсуждать, тем больше популярность. Можно сказать, я за год, наверное, почти 150 мың подписчик қосылды. Чисто осы менің видеоларыммен. ТикТок вообще живет своей жизнью. Негізі кейде біз ойлаймыз ғой, менің кемшілігім деп. Менің кемшілігім ол менің артықшылығым ғой шынымен де. Мен оны кемшілік деп санамаймын. Каждый зат негізі ол бізге бір выгода үшін берілген зат қой негізі. Мен білем, мен психологқа бармаймын, барғанда емеспін. Мен бірақ өзім психологияны 10 жыл оқимын. Менде де миллион кітап бар, не бар, тыңдаймын. Я знаю, да, психологқа барсаң айтады, это твоя защита, ты от чего-то защита. И бәрі қыртқан әңгіме ғой вообще. Мен андай айтып кетсем, өз сөзімен. Жоқ, просто андай ғой, өзіңді бір чувство винаға кіргізіп қояды да, одан сайын да. Я этого не люблю, я говорю, мен білем причинаны, я знаю причину, я пока не хочу, мне так выгодно.
Будет время, я возьму за свое здоровье. И бұл жерде бұл андай емес, бұл лапықтап тамақ ішіп жатып тәршін семіріп жатыр деген әңгіме емес. Я тоже была худая до вторых родов, да, допустим. И после у меня после кесарева что-то пошло не так, и, короче, солай болып, гормональный сбой, анау-мынау, короче, этим тоже не оправдываю гормоны деп, но солай болып қалды. Ол үшін мен жұмыстың бәрін тастап, комплексно примерно 1 жыл емделуім керек, да. А пока я не готова, но в скором временем соны қолға алу керек болып тұр. Вот. Енді мен сізді байлықтың символы деп білем, өз басым. Брендтің, ақшаның, бір бай өмірдің сондай бір басқа сторонасын көрсетесіз ғой қазақстандықтарға, что мынандай да өмір бар, былай да өмір сүруге болады деген сторонаны инстаграмнан көрген сайын, мен ойлаймын да, әрбір қазақстандық соны көрген сайын сол өмірге ұмтылады деп. Мен өз басым шыны керек, рилстарды көрген сайын сондай өмірге ұмтылам. Оның бір артында тұрған бір жағдай бар ма, болмаса бір тұлға бар ма сізге сондай байлыққа, құштарлықты үйреткен? Жоқ, негізі откуда вот это желание? Сен сияқты осознанный адамдар болса, Қазақстан дамиды. Допустим, вот ты смотришь и говоришь, я тоже так хочу. Мне нравится, да? Ты умеешь выговаривать, но большинство людей, мен комментарият оқимын, они все злые. Ой, бұларды бүйту керек, бұл бір байдың қатыны, там, или там, бұл бүйтіп шіріп жатыр, бұлар ұрлап жатыр. Вот, знаете, вот қазір заман бізге жау керек емес. Бір-бірін, а я уже не обращаю внимания, маған бәрібір не жазса да ше. Ой, бір рет ана афроамериканец видеосында бәлеге қалдым ше. Елдің бәрі маған осы күні жазады. Негрдің артынан кеткен қатынды қуады ше. Я говорю, вы как не понимаете, это Инстаграм? Да, у меня есть муж, дети, но вы их никогда в жизни не увидите, да? Это мой принцип, да? И былай қарап отырсаң, менде бай ата-ана жоқ. Менің мамам қарапайым повар, папам пенсиядағы адам. Если так посмотреть, я дома единственный ребенок, у меня нету ни братьев, ни сестер. И қалай айтсам екен, мен кішкентай кезімде негізі қиял болған. Я не знаю, это кровь, наверное, это өзі бір поколениеда, бір поколениеға берілетін қанда бола ма, я не знаю, это как говорится. Но менің мамаларымның бүкіл қандар ақсүйек, папаларым төре, бәрі андай благодать адамдар ғой. Енді просто 90-е годы, ну не знаю, мен өзім сондай кішкентай кезімнен қиял болатым, я всегда мечтала о хорошей жизни. Вообще, как мне говорят, көргенде болады, сен бәріміз байдың қызы деп ойлайтынбыз дейді да. Ну, мен де сөйтіп ойладым, потому что мен, жоқ, мектеп уақытында ше, почему мен Жаңаарқада тұрдым, енді ол районный жер ғой. Мен не істейтінмін, папаға жылап жүріп, папа онда малмен айналысады да, бір сиырын сатқызасын, сонымен жанталасып ақшасын аласын да, Қарағандыға тартасын ғой ЦУМға. Папа мен ЦУМнан киінуім керек, болмайды. Короче, и новшество, там, бір военный камуфляжный киімдер, кеп, разный затрап келем, мен королева болып жүретім ғой. А на самом деле у нас тогда общий бюджет домашний, наверное, бір екеуі қосқанда бір 50-60 мың табатын шығар мысалға, да. И мен всегда вот, кстати, мен колледж бітіріп универге түсіп жатқан кезде только люди начали обсуждать про визуализацию, про хорошую жизнь, про то, что как надо притягивать все хорошее. Начали смотреть фильмы «Секрет», да? Вот только, а мен оны 7-8 класста жасап тастағам уже. Маған бір сестренкам аудиосы бар да, сен сондай қиял болып айтып жүруші едің ғой деп да. Мен қазір шүкір деймін, то, что я когда-то мечтала, оның бәрі орындалды. Визуализация. Визуализация, да, я вот думала, нет, это не пойдет, мен жарға тұрмаймын, нифига себе, ты чё, деген сияқты менде принциптар болатын. Я птица, я всегда верила в себя. Я птица высокого полета. Это не мой уровень. И мен сол самооценкам, мен вот, я, мама, пап, кешіріңдер, бірақ мен андай бір күшті бала болған жоқпын, андай бір тіл алғыш, там, да, девочка, да, девочка. Мен андай
такая Бунтарка. бойцовская бунтарка, жүрмесе де үйден қашып кететінмін ғой ше. Қараңғыда барамын жұмыс істеп, барма қуасың ба десе киім жинап беріп кетіп қалатынмын ше. И я, наверное, менен көп папалар травма алған шығар, бірақ қазір айтады ғой, из-за того, что у тебя была вот эта сила воли, ты добилась всего этого деген сияқты. Мен аяғым аспаннан салбырап түскен жоқ, как все думают. Я и фасовщица работала, я и колледжда работала, в комитете по делам молодежи, я еще и преподавала, я еще в ЦУМе работала продавцом. Самый трэш, мен вокзалда 3 жыл жұмыс жасағам. Кім болып? Өзім бутиктар ашып. Сауда. Короче, да, сауда. Жилка, деньги, анау мынау деген сияқты осылай. Я понимала, что мне недостаточно этих денег. Мен колледжде оқып жүрген папа мен шығып кеткенді де білмеген ғой. Ну там зарплата 40 тысяч, а мен уровень жизни жетпейді ол вообще. Сосын еще мен қымбат жерлерде жүретінмін ғой. Сосын айтамын ғой, мен киоск ашып аламын, қазір өзім қырам жоямын деп, сөйтіп киосктар ашып, сол жақта день там зарабатывал по 100, по 10. В то время это как миллионы сейчас. И сөйтіп все смирились, менде всегда болатын. Стержень ғой бұл, иә? Менімен келісесіңдер, келіспесіңдер. Короче, у меня назад пути нет. Мен сонда адам. Либо мен бастамаймын ештеңкені, а бастасам до конца баруым керекпін да. Сол принципім бар. Мне кажется, маған ешкім прививать еткен жоқ, типа мама, ойбай, сен бай болуың керексің деп. Сөзін ашығы, мен даже мама папамның өздерінде машина болмаған. Өмірінде машина айдамағандар, правасы жоқ адамдар да. Мен 18-ге келіп алып, достарымен шарт етіп 18 кесімен екінші күні право алған ғой, машинам жоқ та, бірақ айтамын, мен 20 жасымда машина аламын деп, Қарағандыға өйтіп бүйтіп жүріп машина айдап, бірінші болып мен машина алып, ты что, сен машина алайын деп жатсың ба дейді ғой. Сен не істеп отырсың интернетте дейді, сендер біреуді алдап жатқан жоқсыңдар ма деп сенбейді ғой. Инстаграммен. Иә, инстаграм тәртіп телефонда тұрасың ғой, сен біреуді алдап жатқан жоқсыңдар, машинеге емессіңдер ма деп. Ну, үлкен адамдар олар түсінбейді. Жоқ деп, ең бірінші машинамды алдым, потом былай ойландым да, я могу, я смогу деген сияқты. Мен вообще Алматыда я никого не знаю. Знаю только блогеров, и то я с ними работала онлайн. Я их даже не видела вживую. Қалай сізде осы коммуникация, сізде мысалы қазір бүкіл қазақстандық блогермен сізде өте тесный, жақсы бір қарым-қатынас бар ғой. Осындай бір қарым-қатынасты қалыптастыруға, сондай бір ортада бір өзіңізді еркін ұстауға, мысалы солармен бір темпта, бір вайбта болуға, сізде сондай бір енді адаммен таныс болу ол бір бөлек та, а дұрыс коммуникация құра алу ол бір бөлек. Сіздің жалпы өзіңіздің қағидаларыңыз бар ма? Болмаса бір қандай да бір в чем секрет вашей коммуникации? Не знаю, это, мне кажется, прирожденный уж сондай. Потому что адамда өз любой адамда қасиет болады. Біреуде ораторский қасиет, біреуде там трейдингпен айналысады деген сияқты. Допустим, я никогда не смогла, я даже не хочу туда лезть, допустим, да. Коммуникация дегенде мен кішігірім психологпын. Я знаю, с кем как общаться. Мен адам көңіліне қарай аламын. Қалай болып жатыр, ол не, в чем проблема, почему он себя так ведет. Мен еще адамға анализ жасаймын. И каждый человек это индивидуум. Каждый бәрі мінез бірдей емес, ал бәрімен бірдей бір вайпта сөйлесе алу, да, ол да өнер. Мен раньше ойлайтынмын, ну это же нормальное явление деп, а я поняла, что это моя сильная сторона. Да, это ваша сила. Потому что любой ортада я знаю, потому что энергичная десем, өзін мақтап, менің көп адам маған өздері келеді энергияма. Я вообще, да, пусть сен твои подписчики не подумают, что за такая самоуверенная, да, я такая. Әуелі Алла, екінші, жалпы люди, которые имели когда-то со мной связь, хоть какой-то, у них всегда рост. Потому что мен вообще любой проект, любой адам жан тәнімен беріліп, да хоть кто вот бар ғой, любой адам, вообще, который соприкасался со мной, это всегда успех, это всегда деньги, это миллиарды, это машины, это квартиры, это человек еще и морально растет, еще сөйлескен сайын адамда новый инсайттар пайда болады, да. Мен өзімді сондай человек успеха, магнит деп ойлаймын. Это менің өзімдегі, ол менің өзімді сендірген ойым. И так и происходит. Допустим, даже миыңды не нәрсеге сендірсең, сол нәрсе орындалады ғой. Мен даже күйеуім естиді ғой. Бір встречаға кетіп бара жатса, жан, сен машинаны айдап кетейінші, сделкаға баратын едің, сен машинамен шешіп кететін шығарсың да. Типа, вот то, что окружение в тебя, это
қалай айтсам екен, это отражение тебя ғой, онда айтқанда. Мен мысалға командам біледі, мен тұрақты адаммын. Самый үлкен суперім. Өте щедрый адам. Тұрақты адаммын, потому что мендегі вообще 5 жыл келген мобилографым, менде бәрі бар, мысалға. С нами живет, менің контент-мейкерім ушло 2 жыл болады. Нету такого, что, единственное, мобилограф меняется енді. Часто қалғандары бәрі менде стабильно. Я люблю стабильность. Мне кажется, и мен адамдарды сыйлау білемін, тыңдай білемін, кімге не керегін сезіне білемін. Мүмкін сол үшін де шығар. Осы уақытқа дейін жаңағы мысалға Дамеля болсын, Бота болсын, бәрінің әркім өз тілі бар ғой. Барлығымен жақсы сөйлесу. Жалпы самый первый ата-аналарға айтқым келетін, балалар өсіп келе жатқан кезде қыспау керек. Баланы коммуникацияға үйрету керек ше. Силар ұялы, бір кетіп қалады ғой. А как развить вот эту вот коммуникабельность? Орта керек адамға. Көп араласа беру. Көп араласа беру керек. Вот раньше я осуждала, думала, что такое, ұят емес па деп. Люди, которые, дети, оно тәрбиеден басталады, когда ты разрешаешь все. Ребенок думает, это можно. Значит, можно. Она мен таныса салам, это нормально деп. А нам же прививали, ұят болады. А мен принциптарға қарамаған бала болғам, да? И мен қазір өзімнің балаларымды сөйтіп өсіріп жатырмын. Қазір барса, еркін, любой адаммен танысып, құшақтасып кете алады. А балалар бар, которые закрытые, для них это как бы табу, это для них страшно, да? Біздің балалар ондай емес, қазіргі балалар. Мен көретін қаланың балалары нағыл ғой. Здравствуйте. Танысып кете беретін, да? Біз адам тақалғанша тұрасың ғой, өйстіп, танысса да, деп ше, мысалға. И так нельзя. Вот. Главное, с детства это надо прививать. Көп адам негізі осы байлыққа жету жолында балансты жоғалтып жатады. Біреу ақшаның артын қуалап кетеді, біреу атақтың артын қуалап кетеді. Сізді мен мысалы уже бір жылдай болып қалды танығаныма. Сізде бұл вообще вот приори жоқ та бұл нәрсе. Баланс всегда, тепе-теңдік. Қалай бұл? Жалпы болды ма ондай кезеңдер? Бір ақшаның артын қуалаған, атақтың артын қуалаған, болмаса бұл тепе-теңдікті қалай сақтап отырасыз? Атақтың артын қуаласам, жасаған кейстарым бәрін қоймай инстаға салушы едім. Либо мен деп. Я никогда не гонюсь за словом мен. Потому что в бірінші очередь, да, оны Аллах көріп тұр. В первую очередь Аллах көріп тұр оны. Екінші, жанындағы адамдар көріп тұр. Зачем кому-то что-то доказывать, когда ты в себе уверена? Есть люди, пустые люди, которые всем говорят, ля-ля-ля-ля, мен қырып жатырмын, мен жойып жатырмын. На самом деле пустота. По факту көзбе-көз жана іске келсе, ол пустой адам. Я лучше на деле докажу, я человек дела. Зачем мне балаболить, шығарып, жыртылып, өтірік показывать, елдің ызасын тигізіп, да? Я такое не люблю. И для меня осы балансты ұстап қалу сіз үшін адамдық құндылықтармен сәйкес па? Мен мысалға ақшаның артынан жүгірмеймін. Ақша өзі келеді. Мен мысалы кеше ғана осы әңгімені қозғап едім. Я говорю, я такой человек, мен өзім бала сияқтымын әлі. Мысалға, вдруг маған бір 5 миллион түсті дейікші, да? И мен айтамын ғой, менде такого нету, мен 5 миллион қалтама салып, такс мен кеттім ана жаққа демеймін, мен өзім командам бар мысалға, да? Да они если работают, не работают, менде определенный там заработная плата бар оларда, кейбіреулер процентте. Мен айтамын, мен балаша қуанып бөліскім келіп тұрады. Ей, берген, ақша түсті саған, мынау саған деп. Да ол проектке қатысып болсын, болмасын. Мен мынандай ең үлкен қағидам, когда ты зарабатываешь, надо делиться. Ол не обязательно, типа, сен біреумен барып жарты ақшаны бере салдың емес. Делиться просто элементарно. Вот ты заработал 100 тысяч, командаға бір клубника в шоколаде ала сал, ты делишься. Сен сол ақшамен делишься. Когда сен несібен, саған берген несібен елмен бөліскен сайын, ала саған одан сайын бере бастайды, да? Бізде бәрі андай ақша алады, дірілдеп бергілер келмей қалталарын сап, өздерінің потребностьтарын жауып, жан таласады ғой. И потом говорит, где я что не так сделала деп ойланады, да? А мен вот Асема сама свидетель, да, допустим, 1 миллион түссе де бәрін бөліскім келіп тұрады. Маған жетеді тар жағында, бешін командан бөліп берейін. Өзіме бірдеңке алсам, оларға да алғым келіп тұрады. Что, знаете, не в плане оған жағу үшін, көрсету үшін емес, мен өзім натурам сондай.
мен өзім от души жасағым келеді, от души бергім келеді, мен ешкім қинай алмайды. Вот мен ең үлкен бұл жердегі инсайтым, когда ты зарабатываешь деньги, бөлісу керек. Ата анамен болсын, бала шағамен болсын, жолдасымен болсын, туған туысқан қарым қатынасын бәрін ол жақсартады. Хотя бы сыйлық беріп қою керек. Сыйлық ол сүннет, адам жақындастырады да. Мен нет ақша бере алмай жатсам, по-любому подарок жасаймын. Мен даже до того бір қызым бірдеңге көріп қалып ақшасы болмай кетіп қалса, могу вернуться завтра, купить это и подарить, да. Это исходит изнутри. Бірақ оны показуха емес, ол это жүректен шығады. Показуха болса, мен оның бәрін инстаграмға салар едім. Елдер жырғып бір 10 мың теңге берген сауатады ғой негізі. Я такое вообще не люблю. Ой, мен командама ақша бердім, бүгін айфон беріп жатырмын, мынаны жылатып қойдым деген. Я вообще ондай тірек не люблю. Ну, мне кажется, это не человечество. Анау адам, екінші адам чувствосын сезінбейді. Ты ущемляешь чужие права дейді да, мысалға. Ол адам сен ұялғаннан сен сыйлық беріп тұрғансың, үндемеу мүмкін, но сен оны мүсәпір қылып тұрсың да. Көрсеткен сайын. Я, ол негізі көп адам түсінбейді. Допустим, мен қазір кеп, ой, мен Данаға новый айфон алып келдім, Данада айфон жоқ екен десем, сен қуаныш моментте эндорфин бөлініп тұрған кезде сезінбейсің оны. Ой, Зама, рахмет, ты классныйсың. Кейін, знаешь, это как обидно. Сен просто менен бір сәт төмен, сен мүсәпірсің просто. Ты не можешь себе позволить, я позволить тебе дала деген сияқты. Енді ол менің сондай ойым, из-за этого я никогда үйтіп біреуге бергенімді көрсетіп, жыртылып, вообще такое не люблю. Бір-екі рет болған шығар, и то надо, и беш дегенсің ғана. Әйтпесе күнде жасаймыз ғой, бірақ салмаймын. Подарок. Осы туралы сөз қозғағым келіп тұр. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бере алатын адам бар, бере алмайтын адам бар. Мен сізде кеше осы подкастқа дайындалып отырып видеолар көрдім. Құрбыңызға 4 миллиондық Ван Клифф браслет подарить еткенсіз. Сол видеода прям көрініп тұр, эмоциямен беріп жатқан. Мы можем сюда вставку сделать. Осы подарокты берген кезде бір сізде андай бір чувство көрінеді да, экранның бер жағынан, энергетикадан сезіліп тұрады, что сіз прям андай беріліп, от души беріп жатқаныңыз, мысалы. Бере алатын адам бар, бере алмайтын адам бар. Сіз өзіңіз натураңыз жалпы кішкентайыңыздан сондай беруші болды ма, или өмір үйретті ма соны? Мен кішкентайымнан сондай шығармын. Мен мысалға... Мысалы 4 миллион деген енді кәдімгідей бір машинаның ақшасы ғой негізі. Но мынандай тема бар, бәрі соған таңғалады. Мен қалтамда 100 миллиондап, 10 миллиондап ақша жүрмейді. Менде де ақша болмайтын кездер болады. Қазір мысалы маған ақша керек болып отыр десе, сол сияқты ғой, сен де бір проектке саласың, алмасасын болмай қалатын кездер болады. Прям Каспийда ойбай, Дана 10 мың теңге бар ма деп та сұрай аламыз біз, андай бір 5 бір миллиардер емеспіз. Просто мынандай болады, мен мынандай немін адаммын да, менің қалтамда 5 миллион теңге болуы мүмкін. Бірақ мен өзімен өзім, маған Құдай жүрегіме салады оны. Мен оны түсіндіріп айта алмаймын. Мен ол біреуге жағу үшін, там беріп, сен де маған сондай бер деген емес. Вообще мне ничего не надо, просто өзім тұрамын да, алғым келіп кетеді. Мен, короче, содан бір эйфория, өзім бір мощный бақыт аламын. Мысалға ана берген кезде андай өзімді күшті сезінемін, андай бір болады ғой, айта алмаймын. Это для меня эмоциональный скачок. Я всегда, когда больше даю, мне больше приходит. Менің миссиям сондай сияқты. Я отдающий человек, и также и деньги, возможности, люди сами тянутся. Мысалға, я могла бы подарить басқа біреуге, либо өзім тағып алуға. Бір солықты бергім келді. Она в тот момент в моих глазах, как бы, ішіңізді көп тыңдайсыз ғой сонда. Я бергім келді, ол да бір күшті болсын, там перед каким-то проектом был, оған да бір бақыт болсын, мен де бер. Ол сондай, короче, мен оны бір какой-то бір андай специальный планмен там осыған жағу үшін деген емес. Просто мен салмай да беріп жатқан заттарымыз көп қой. Просто сол момент болып қалды да, әйтпесе мен оны да салмай бере салушы едім ше, негізі. Просто жүрегім айтады, бергім келіп тұрады, и вот 5 миллион теңге тұрып, жаңағы бір 4 миллион тұрса, мен ойланбай ала саламын. Вот қазір егер финансовый грамотность туралы сұрақ қойсаң, мен одан енді ақыл айта алмаймын елге деші. Кей адамдар қымбат нәрсені армандауды қолымнан келмейді, байлық мен үшін арналмаған, осынша ақшаны мен таба алмаймын деп ойлап жатады. Ондай сізде ойлар болды ма? Қалай күрестіңіз? Болмаса сондай ойы бар адамдарға не айтар едіңіз? Жалпы мен мынандай адамдарға айтқым келеді. Мен всегда сұрақ қоямын. Вот если у тебя были, вот сізге сұрақ та,
сіздің қалтаңызда 20 миллион ақша бар, и вы увидели сумку Эрме, там, ну, не знаю, Келли, там, ну, за 15 миллионов. Вы взяли бы? Қазір иә алатын едім. Бірақ осыдан бір 2 жыл бұрын мен ойланып қалатын едім. Вот. Когда кому-то задаешь вопрос, сенің қалтаңда 2 миллион ақша бар, 1,5 миллион. Ой, жоғи, хоть миллиард болса да тура сол 15 миллион теңге сумкасын алмаймын дейді. Человек өзіне программирование қойды, болды. Я не достоин бұл сумканы, и ол ешқашан миллионер болмайды, и ол сумканы ол ешқашан тақпайды. Миға Вот, сигнал жіберу ғой. Нан айтам да, мен айтам, эй, ты дебил, что ли, сенде миллиард ақша бар. Неужели сен 15 миллион сумка алмайсың? Ой, хоть 3 миллиард болса да алмаймын, не стоит это того, дейді. Люди не понимают, что они могут таким же образом притянуть себе эти деньги, чтобы заполучить эту сумку. Біздің мысль мынандай ғой, мысалға, менің мыслім тез орындалады со скоростью света. Мысалға, мен бір парфюмді көрем, 400 мың теңге тұрады, тұрамын да, мен алам деймін. Сиетелі все, да? Ақшам болмаса мен алам деп цель қоям ба? В течение недели ол менде болады. Неважно, каким образом. Зачем маған ол духи 500 мыңға, нафиг надо, мен айтпаймын никогда. Хочу все. Почему мен миллиардер болсам алам, мен 100 миллион сумкасын алам мысалға. Что мешает? Адам миға сигнал береді, көп адам айтады, ой, түсінбеймін осы, зачем покупать бренды, зачем тут показуха, анау мынау дейді да. Ол показуха үшін емес вообще, достар. Мен қашан көрдіңдер сендерге бір брендті ашып, қолыма тағып отқан ювелирку, я вам вообще не показываю. Просто мынандай ғой, зачем, она айтады, зачем казаться, а не быть деген сияқты. Мен өзім, допустим, я ничего против не имею, один в один тақсын, аны простой тақсын. Әркімнің ол өзінің ішкі қалауы да. Біреу может и простой сырғамен өзін спокойно чувствовать, кто-то алтынмен может спокойно, біреу күміс тағып мәз болып жүреді да. Менің қалауым, мен алсам либо оригиналым, или вообще алмаймын. Это мен өзімнің выборым. Мен оны ешкімге навязывать етпеймін, дана сен де оригинал ал деп. Әркімнің бұл өмірде өзінің выборы бар. Мысалға, мен сағат тақпаймын. Неге? Потому что оригинал алғансын бірақ тағам. Но я тоже могла простой бір сағат тағуға. Ну, не хочу. Натурам сондай. И мен ана бренд, да, брендті самооценка үшін тақпаймын. Типа, ну да, кстати, ол да самооценка береді іштей. Когда ты бір жерге кездесуге барғанда сен өзің уже мысың тұрады да. Ты уже понимаешь, что ты там, сен өзі бір келген өзі 20 миллион тұр, короче. И қазіргі заман андай болып кетті ғой, тебя оценивают по твоей внешности. Да. Вот. Согласна, 100%. 100% ол как есть сендер, ренжісеңдер де, ренжімесеңдер де, ол солай. Бір жерге басына байлам тағып тәпішкемен баршы, все, у тебя контракт провален дейді ше. Сығып бар, уверен отсаң, давайте деп айтатын мысалға. Уже адамдар қазір көзбен қарап шығады, былай даже отырғанның өзінде ше. Сканерлейді ғой. Ол даже показуха емес, мен спортивкамен де жүре беремін, былай да жүре беремін. Просто имейте в виду, надо себе позволить. Адам өзіне миына сала беру керек. Армандау тегін ғой. Ешкім запрет қоймайды, қой, армандама деп ше. Армандай берім дейді, миллиард. Это реально қазір. Раньше миллион деген сөзден қорқушы еді адамдар. Миллион тьфу не қазір, жарты күнге жетпейді ғой. Миллиард ойландар, триллиард. Вообще там, мен Форбста жүрмін деп армандау, қазіргі именно 21 ғасырда все возможно. Бұрынғыдай емес, 90 жылдар болса, ладно, еще можно подумать. Так что мида шектеу жоқ, шектеу ол біздің ойымызда. Сондықтан, достар, каждый раз, когда вы о чем-то мечтаете, прям думайте об этом. Ну, о чем? Чем я хуже? Мен де тағам, мен де жүрем. Құдай нәсіп етсін деп бір жақсылыққа адам өзі бір нету керек сияқты, соны жору керек сияқты. Өзінің ниеті ғой адамның. Нет. Вот мне всегда комментатор жазам, ты из-за своего говна не растешь деп ше. Есть же люди, которые комментарий пишут, осылар бүйтеді, сөйтеді деп ше. Ты наоборот скажи, ой, какая классная, я тоже так хочу. И Құдай саған береді да. А сен жаман зат жазған сайын сен өмірде все неприятности тартыла береді. И мен вообще негативно ойламаймын. Өзіңді басқамен салыстыру. Бұл тақырып сізге жақын ба, жақын емес па? Жалпы көп адамдарда обесценивание қатты жүреді. Мысалы, мен осыдан бір 2 жыл бұрын айына 5 миллион тапсам, қазір 15 миллион табам. Условно там X адамды айына 150 миллион табады, салыстырған кезде ол адам айтуы мүмкін, мен түк бітіріп атқан жоқпын деген сияқты. Сама обесценка жүреді ғой адамдарда. Сізде ондай бола ма?
Мен бүкіл ситуацияны принимать етемін. Мгм. Когда я зарабатываю хорошо, принимаю, шүкір. Когда не зарабатываю, тоже шүкір. Менде всегда оған уже дайын ответ бар. Если қазір ақша жоқ болса, значит скоро келеді. Значит, мощный бірдеңке келе жатыр, дайындалыңдар деймін қыздарға. Скоро, срочно байып кетейін деп жатырық, нереальный болып деп ше. Адам өз-өзіне самопрограммирование қояды да. Мен өзімді ешкіммен салыстырмаймын. Менде самобичевание, переоценка не деген жоқ вообще менде ондай. Потому что сен адамсың в первую очередь. Адам болғаннан кейін сен шаршайсың. Это нормальное явление. Ол депрессия емес, ол стресс емес. Это просто нужен отдых. Біз қазір қандай бала шаға, үй, семья, тамақ бәрі мойнымызға артып алсақ, конечно, сен шаршайсың, любой адам шаршайды. Сондықтан жаңағындай сен 5 миллион таптың ба, шүкір болып жүрді, қуанып жүрдің. 15 миллион тапқанда чуть-чуть не хватает дейді да. А человек должен понимать, чем больше доход, тем больше расход. Тем больше расход. И никто не хочет понижать свой уровень жизни дейді. Сен мысалға соғалпы қымбат салонға бардың ба, соғалпы қымбат салонға барсың. Эконом деген сөзді вообще айтпау керек. Мен счетымда 100 000 теңге тұрса, мен по-любому мен сен тайда филингде отырамын. Счет 100 000 болса, 100 000 төлеп шыға саламын. Андай жоқ менде. Черный день. Кстати, вот черный день деп айтады ғой. Вот черный день потом наступит. Да. И сол ақшан сол черный деньға кетеді да, не қызығын көре алмайсың, не поймешь вообще не болып жатқанын. А когда в моменте, просто надо научиться жить в моменте. Вот ты копишь деньги, да. Вот мынандай да. Вот сен 2-3 квартира алыватсың, өзіне бірдеңке қимайсың да. Вдруг вот не дай Аллах, какой-то случай болып қалды, өліп қалдың, допустим, да, Алла сақтасын да. И что? Артта қаншама арман қалды, сен армандап өзіне сол уақытта эмоция бере алмаған, Алла рахмет ма деген қуаныш бөле алмаған момент қалып қалды. И что? Мен айтам да, анандай жылдап ақша жинап, түбінде бір кризисқа ұшырап, әйтеуір сол ақшаны каким-то плохим путем шығарады ғой. Адам в моменте өмір сүру керек, в моменте. Мен айтам ғой, менде вообще страх жоқ та. Болады моменттер, когда менде Каспиде 20 000 теңге тұрады, отыра беремін мен. Әйтеуір бір жерден бір ана уже программа кетіп қалған ғой. Қымбат ресторан тұрасында, 20 000 счет қанша болады кейсінде 150 000. И бір жақтан бір-екі түсіп қалады да. Болды, счет жабамыз деп ше. Ондай да моменттер болады да. Просто если даже у тебя мало доходов, не понижай свой уровень жизни. Эконом деген сөз вообще айтпау керек. И жаңағы алдындағы сұрақ бойынша мен ешкіммен өзім салыстырмаймын, потому что мен индивидуальный адаммын. Менің жүрген аяқ киіммен басқа ешкім жүре алмайды. Қазір мына жерде жылтырап отырғаныммен у меня тоже было очень много трудностей, очень много факапов, очень много слез и в личной жизни, и в семейной жизни. Не все было идеально. Я тоже прошла через огонь и воду. Это страшно. Вот когда говорят же, бір пакетпен Алматыға келген деген адам, реально бір сумкамен мен өзім келгем. Никого на ура, даже туысқаным жоқ қой, знаешь. И я проходила через предательство, через слезы, через кидание, там разные ситуациялар болды. Ол ситуациялар хайыр, короче, күшті болды да. Это тебя укрепляет. Накопительный опыт. И это опыт, короче. Сен уже айтасың, о нет, уж я не буду наступать на те же грабли второй раз или третий раз деген сияқты. Бірақ менің бір үлкен минусым бар, мен қатты ақкөңілмін. Андай біреулер егер маған адам қымбат болса, мен ренжітуге қорқам. Ал қымбат болмаса, мен пофигистпін. Андай, иди гуляй лесом деп айта аламын, наглыймын уже. Если бірақ адам жақсы көріп тұрсам, мен қимаймын никак. Я готова душу вложить, мен прям жан тәніммен беріліп кетем. Сол үлкен минусым екеніне вообще в последнее время көзім жетіп жүр. Вообще нельзя никого очень сильно любить, потому что ты жертвуешь своей энергией, знаешь. Сен мысалға бірдеңе айтқың келіп тұрады, Дана, мне не нравится, как ты со мной разговариваешь деп ше. Но сен адам бірінші айтқың келмейді да. И потом сен өзіңде жей бастайсың. Блин, 24/7 ойын сояқ фокус кетіп қалады да. И вот этот надо убрать, чтобы в моменте надо высказываться, в моменте надо говорить нет, либо да. Хоть это, если ты ойлайсың, ол адам саған жақын деп, егер ол да сені солай ойласа, екеуің нормальный компромисс табасыңдар. А если отношение бір жақты болса, екінші жақ ренжиді да. Почему сен ондай емес едің ғой деп. Короче, бір сөзді айтқанда, не хочу быть удобной.
Вот ол менің қатты жақын адамдарыма ғана зависит, а сыртта мені бәрі стерва деп ойлайды негізі ше. Жақындай бермейді негізі көп адамдар. Қорқады ғой иә, көбісі. бірақ мен 3-4 адаммен ғана өзім жақын сөйлесем, өзім жақын құрбыларым бар, оларға да шүкір деймін. Жалпы, когда что-то в моей жизни происходит, мен ешкімге айтпаймын. Это может быть у меня и там с мужем, может быть там с родителями, это все личное. Сыртқа шығармаймын. Энергия, мысалы, қазір сіз айтып жатсыз, мен энергия жоғалтамын деп, сондай адамдармен араласқан кезде. Жұмыстан энергияға, жұмыс енді тікелей энергияға байланысты ғой. Энергияң күшті болса, ақша келеді. Энергия нашар болса, естественно, ақша келмейді. Энергияны қалай толтырасыз? Мен сізді андай бір энергиясыз жүрген күніңізді шыны керек көрмеппін. Жоқ, мен всегда энергиямен жүремін негізі ше. Жаңа көшеде де машина тоқтатады. Девушка такая энергичная деп қояды, уже қаяқтан көріп тұрсың деймін ғой. Видно деп қояды ғой, машина кетіп бара жатыр да. Энергияны бар ғой, мен біреуге прикол шығар, мен энергия жинау үшін шетелге шығып, там қуып, медитация жасап үйтпеймін ше. Жалпы энергия адамның миы таза болғанда келетін дүние. Сами вообще осыны эксперимент жасап көрдіңіздерші. Мен мысалға энергиям таусылып өліп бара жатса, мен баняға барам. Баняға барам, полный пилинг жасаймын, ертеңде салонға барам, полный самооценкасы 100-ге көтеріледі ше. Сен өзіне деген күшті болып тұрасың, барасың, бір күшті бірден кейін киіп аласың да, андай өзіңді от души ше, прям чувствовать етесің да, үйіңді тазалайсың. Миын бар ғой, порядокқа келеді да, энергия толады ғой. Мынау киілмей жатқан хлам, мусор бәрін вообще это класс, это кайф бар ғой. Никакой там психолог, медитация, там, не знаю, это все туфта, друзья ше. Енді кому-то работает, нет, не знаю, там бір киноға барады, бір кафе, бір ішеді барып ше. От этого ничего не изменится, ты хуже делаешь. Айтады ғой, жанның тазалығы, тәннің тазалығы, үйдің тазалығы адамға үлкен максимальный кайф пен энергия береді. Маған энергияны жақсы отырыстар береді. Где мен андай өзімді күшті сезіне алатын отырыстар маған энергия береді. Мысалға, ол менің өзімнің ең жақын ортам. Где сен қуа аласың, күле аласың. Не надо маска жоқ. Сен қалай барсың, солайсың. Боқтайсың да, күлесің да, шегесің да, отырасың. Өзің білесің да, и сода энергия алмасасың да. Когда адам маскамен сөйлескенде жаман ғой негізі. Там впечатление көрсетпейсің, просто ойлап қаласың, сейчас сам подумаешь, что ты какая-то ебанутая, наверное, деп ше. Потому что енді мен өзім характерім білемін, мен андаймын ғой. Енді басқашамын ғой, взрывной адаммын ғой, енді любой жерде күліп ойнап, жарайды деп өзіңді сдерживаешь, да. А мен ондан вообще ұстағым келмейді. Сол ғой мен айтып жатқаным жаңағы, ол адамдар сен энергияны алады наоборот. И энергияны адамдардан аласыз, иә? Адамдардан емес, мен негізі жұмыстан алам. Кайф. Съемочный процесс, ажиотаж болып жатса, үйің таза болса, барлығы жақсы болса, жан-жақ ровно болса, короче, порядок болса, мида порядок, и сонымен бірге энергия келеді. Бірақ мен энергияны ақшадан алмаймын. Ақшаны жүректе емес, қолда ұста дейді ғой, мысалға. Ақша қалай кетеді, солай кетеді. Вообще уайымдамаппын мен. Ақша жоқ кездері, бар кездердің өзінде. Бар болса мен бергім келіп тұрады. Үлкен проекттердің алдында, бір үлкен жұмыстың алдында сондай бір ритуалыңыз бар ма? Жаңағы баняға баратын, үй тазалайтын. Обязательно ғой. Проект басталғанда, проект біткенде сөйтесің ғой. Арасында құрбандыққа қой салып жібересің, там үйден жолдасына Құран оқып жіберші деп шығасың. Любой затта адам нету керек қой, любой жұмысты серьезно қабылдау керек деп ойлаймын. Мысалға, ритуал дегенде, я тазарасың, энергетика, тұзбен шомыласың. Это реально көз сөз деген бар ғой, негізі. Сөйтіп тазарып отырасың, басқа выход жоқ. Көпшілік ақша табуды біледі. Негізі қоғам көп ақша табуға кішкене бір қадам болса да жақындады. Мен өзі осы соңғы инфобизнесте жүрген 2 жылда байқадым. Қоғам үлкен ақша таба алады. Көп адамдар таба алады. Бірақ өкінішке орай сол ақшаны, сол энергияны, сол этапты көп адам ұстап қала алмайды. Көп ақша тапқан кезде бір жарқ етеді, резко құлдырап кетеді. Айтасыз, мен айтайын ба? Алла береді ғой. Сол берген кезде ұстай алмай қалатын адамдар болады. Из грязи в князи дейді ғой. Адамдар тәкаппарлық оянады. Ақшамен қатар. Я всегда говорю, за деньги ты покупаешь услугу, а не человека. Допустим, адамдық энергияның ақысы бөлек та, жұмыстың ақысы бөлек.
Мысалға, вот, допустим, ты меня нанимаешь на работу, я тебе должна отснять видео, да? Сен мен видеома ақша төлейсің, мен сен видеоңды берем. Бірақ сен мен сатып алған жоқсың да, сен услугамды, жұмысымды сатып алдың да. Ал егер менімен қарым-қатынас жұмыс болса, менің ақым бөлек та, сен алдың да. Допустим, сен миллиардер болып кеттің, вот, әуелі Алла, и екінші себепкер мен болдым дейікші да. Люди же есть я, мен деп кететін ше өзімен өзі мысалға да. Главное, Аллах-то видит это. И сен сол уақытта сол өзінің тапқан табысын бөлшегімен бір мәзамы саған да, рахмет саған деп, жай бір болмайтын бір сыйлық беріп қойсан да, сен адам ақысын жабасың. Всегда мысалға айтады ғой, нельзя обижать людей, которые вообще сен өмірінде себепкер болған адамдарды. Мысалға сен өмірінде бір кісі сен осы көтерілуіне себепкер болса, сен хотя бы сыйлықпен ол кісінің ақысын беруің керексің. Көп адамдар ақша тапқан сайын жан-жақты ұмыта бастайды. Тәкаппарлық оянады жүректе. Мен надо будет сен сатып аламын қазір. Надо будет ақшамен шеше саламын деп ше. Но люди не понимают, что бір момент, может наступить такой момент, когда бір шыр айналдырып жүрген кезде, сен то, что ты зарабатывала осы күнге дейін, бір-ақ сағатта Алланың шеберлігі мынандай ғой, сен қолында 1 миллиард ақша тұрса да, надо будет 1 сағатта жоқ жерді. Неважно каким образом, да. И мен айтам, көп адамдар түсінсе екен деп андай, қаншама миллиардерлер көріп атасын. Почему байлар байи береді? Кедейлер кедейдей береді дейді ғой мысалға. Байлар байи береді, потому что олар осы системаны түсініп алған. Олар байған сайын береді. Жария салмайды ешқайда. Инстаға салмайды, мен үй алып бердім деп ше мысалға. Допустим, Макси чай, да? Ал что там 100 сатырын 100 алып берді, кедейіп қалған жоқ қой. Вообще байып жатыр ғой. Это был для них и хороший маркетинговый ход, кстати, молодцы, да? И заодно сауап жасады да, но сол 10x болып қайтып келді. Он ничего не потерял. Но зато ол сауапты жасады да, ол берген сайын ол байып жатыр. Бізде қалай ақшаны көреді, таба дірілдеп ше. Анау біреу миллион теңге берші қысылып тұрсын. Жоқ, менде принцип бар, ақша бермеу дейді да. Сразу шығады андай. Әркім ақша қалай сен кетіресің, ақшаны солай саған келеді да. Көп адам оны түсінбейді. Сол үшін анандай қазір бір қатты байып кетіп жатқан адамдар болса, жалпы ақшаны жүректемес, басында қандай болдың, сол қалпымен жүрсен дами бересің ғой. Бөлісу керек деген бағана система сол. Допустим, сен бөліссен, тебе приятно будет, допустим, сен элементарно Rolls-Royce-пен жүрсің, сенің жанындағы себепкер болған командандағы, допустим, да, қыз, там, не знаю, таксимен жүр. Как ты можешь так? Это не так, не должно быть. Сен хотя бы бір Камри болсын алып беруің керексің. Енді менің ойымда ол, я никого не навязываю. Сонда екеуінің энергия обмендарын дұрыс болады да. И Құдайдың назарында дұрыс боласың да. Ал көп соны түсінбейді. Мен саған төледім ғой 500 000 теңге, болды құрып кет бар дейді да. Так тоже не бывает. Человеческие ценности обесцениваются. Адамдардың ең үлкен қасиеті, они могут, что за деньги можно купить все. Но люди не знают, что за деньги нельзя купить на человечность, саған деген қарым-қатынасты, отношенияны, энергияны. Жалпы адамның қарым-қатынасы, саған жақсы қараған қарым, ол бесценный зат. Сөйтіп жүрген адамдар ертең оны жейтін адамдарға ұрынады да сосын. То есть жақсы өзің бермесең тартып алады деген сияқты ғой, иә. Так что бар болып тұрған жерде беру керек. Жаңа дұрыс айтасың, әйтпесе ауаға кетеді бәрі, өкініп отырады, қай жерде қателестім, есіме түсті, мен бір рет анаған садақа бердім ғой деп қуатта сосын отырып ше. Ода емес, көп садақа беру керек, көп бірінші туысқандарынан бастап, енді показуха болып көшеге ақша тарата бермей деген әңгіме ғой. Мысалы, мен сондай контенттерді вообще жыным ұстайды ше. Кетіп бартын адамға, сен алдандың, саған 50 000 теңге деп ше. Мұқтаж жандар көп қой. По факту, которым реально нужны. Енді жамандап отқан жоқ ешкімді, просто имею в виду, ондай маған ұнамайды деп жатырмын. Мен принциптарым сондай. Богатое мышление. Мышлениені қалай өсіреміз? Жалпы көп адамдар айтады ғой, қазір мышлениені өсіру керек, бай өмірге ұмтылу керек деп. Бірақ мысалы, представим, қарызда, кредитта, бір қиын ситуацияда жүрген адам тұр да алдымызда. Оған біз не айта аламыз? Мышлениені қалай өсіре аламыз? Не істеу керек ол үшін? Короче, каждый адам өзін былай түсіну керек қой.
біз бұл өмірге бәріміз, көп адам білмейтін шығар, бірақ біз миссиямыз бар. Біз бұл өмірде уақытша адамдармыз. Біз бәріміз игрокпыз. Как шахматный тұрады ғой, мысалға поледа сияқты, әр адам игрокта. Орысдар айтады, играй красиво деген Жизнь сияқты игра, ше. играй красиво. Да. Вот ойын болғаннан кейін әр адам бұл өмірде жаңағы сен өміріне біреу келсе, ол оның миссиясы болған да. Сені бір неке этапқа шығаруға. Менің өміріме келіп жатқандар олардың миссиясы. Адам богатый мышление, өзін табу, жаңағы мышлениямен жұмыс жасау үшін адам бірінші өзінің миссиясын табу керек. Это самое главное. Мысалға, көп адамдар работает не на любимой работе, живет с нелюбимым мужем, жаңағы ұнамайтын заттар жасайды да, ол адам ноль ғой. Энергия вообще жоқ, ол өмірден түңіліп кеткен. Сол адамдар ғой комментарий жазады, мама двоих детей дейтіндер ше, мысалға отырып, оларда все, оларда дно. Почему? Потому что они не могут себе позволить то, что можно. Бәрі болады ғой, бәрі болады. Сен даже айтады ғой, не зря говорят, көп жалып жасайтын адам сен өзінен баста дейді. Мысалы айтады, маған бастық ұрсады деп шығарып алған да, оның бастық ұрыспайды да. Человек өзі шығарады, адам өзі шығарады, потом өзі соған жеткізеді да, сол мысльді отырғызады да. Мышлениемен жұмыс жасау көп адамдар қорқады. Біреуге айтасың ғой, сен мынаны істесең нормальный миллиондар тауып кетесің десе, қумаш қайдағы миллиондар, нереально ол дейді да. Ол өзінің миы сенбей тұрған жерде ол қалай ақша табады. Оның даже миы сенгісі келіп тұрған жоқ қой, сен 100 миллион табасың дегенге. Ол таба алмайды. Ол 1 миллионда таба алмайды, потому что мне айтты, no, I'm sorry, я не могу. А когда человек говорит мышлениясына, мен 100 миллион табамын, менде дедлайн, мен 3 ай табуым керексің, Аллах саған возможностьтар береді да. Айналып келіп сенім ғой. Иә, сенім ғой. Даже анау қатты ауырып жатқан балалардың өзін психосоматика бойынша да аналар сенім арқылы жазып алады ғой. Қатты адам негізі ракпен ауыратын адамдардың өзі сенім арқылы сеніп отырып өзін жазғанда адамдар бар. Это мощный зат қой негізі. И мен айтамын да, жаңағы не айтады, мойын бөлініп кетті. Мышленияны өсіру. Иә. Миссия. Иә, мен айтып жатырмын да, жаңағы мышление деген адамда что ты себе позволяешь, что посеешь, то и пожнешь қой, короче. Сондықтан қашпау керек ешқандай заттан. Жаңағы сенің қойған дедлайн мақсатын, мысалға сен айтасың да, мен осы айда трейдинг арқылы 500 миллион тапқым келеді. Цифры могут тебя обмануть, сказать, но это нереально дана. Ол үшін сенен мынанша лид болу керек, или там анау болу керек деген. Миыңды сендірсен, саған дадут возможности. Это адамнан келуі мүмкін, Алладан келуі мүмкін, вообще басқа жақтан трафик келуі мүмкін, может бір видеоны атып кетуі мүмкін. Видишь, это непонятный заттан ол келеді. Главное, миды сендіре білу ғой. Ал миссия, сіз өзіңіздің миссияңызды қалай таптыңыз? Мен тапқан жоқпын әлі. Да? Мне кажется, сіз таптыңыз. Мне кажется, сіздің миссияңыз ол көмектесу қоғамға. Жоқ, ол бір кішігірім миссия сияқты, потому что мен көп жерлерге барғанда мен миссиям басқа деп айтады. Енді мен анда айтпаймын, шаман, гадалкаларға барамын деп, ондай емес. Бір болады ғой андай кішкене арқасы бар адамдарда. Вообще мен ойлағам, менің миссиям вообще бұл өмірде адамдарға успех әкелу. Мне кажется, так и есть. Да, потому что бұрыс айтуға ұялам, қорқам андай, типа, не деген саматсың, жынды ма деп айтама деп ше. Жоқ, где я душой и телом и сердцем, ол жер обязательно өседі. Менде даже 2018 жылдар, 2017 жылдар жақсы қарым-қатынаста қалған. Бұл никогда өспейді ау дейтін бір, мен бір подружкам болатын, пол жуатын ше, мысалы мектепте. Сосын мен айтатын, тасташ мектебін, кеттік мен жаныма деп тартып алып, қазір вообще Астанада нормальный жұмыста бастық, өсіп кеткен ғой. Просто пример деймін да, даже болмайды деген адам өзі ше. И мен айтам да, потому что где нету моего сердца, там нету роста и денег. Мен любой проект жүрекпен көруім керекпін. Я иду не на деньги, а на человека. Мен бірінші проект андамас бұрын 10 миллион, 20 миллион берем деп атса да,
бірінші адамды көремін, адамды сөйлесем, адам ұнаса давай go, адам ұнамаса жоқ. Ал қарапайым адамдарға жалпы осы миссиясын тапқанда, мысалы мен жүрдім, товар саттым, ананы істедім, и бір кезде мен түсіндім да, что адамдардың бір проблемасын шешуге, бір сұрағының жауабын тауып бергенде, бір нәрсені түсіндіріп бергенде, маған ол жерден кәдімгідей энергия келеді, и мен ол нәрсені в принципе тегін де жасай аламын да. Сіздің ойынша миссияны табу ол сізден тегін де істей алатын жұмыс деп қарай аласыз ба? Иә, айтады ғой, ты как бы мынандай бір орыстарда сөз бар, ұмытып тұрмын ше. Надо работать так, как будто ты не работаешь, а просто занимаешься своим хоббимен деген сияқты. Андай адам мынандай жұмыс жасау керек қой, сен оны жұмыс деп қабылдамайсың. Это то образ жизни. Как ты утром встаешь, зубы чистишь, там лицо моешь деген сияқты, тамақ ішкен сияқты бір кайфпен барып налегке келетін зат всегда ақша келеді. Бізде бұрында мынандай еді ғой, сен педколледж оқуың керек, сен мұғалім болуың керексің. Раньше навязывали же, қазір жастар бақытты ғой. Қазір айтады, я не хочу, я хочу на IT, я хочу стать моделью деп. Қазір они могут же выбрать, бізде выбор болған жоқ. Мен маркетолог туралы вообще даже ол уақытта профессия болмаған. Мен вообще теплоснабжением бітіргем, екінші диплом вообще железнодорожный, вообще өмір тоғыспайтын дүниелер да. Тогда нас принуждали, мына жерде стипендия бар, ана жерде ақша төлейді саған, мына жерде тегін деп ше, мысалға. Сейчас дети не такие, сейчас балалар бақытты, мысалға. Они могут себе много что позволить. Қазір балалар ақылды ғой. Егер сіздің өміріңізден осы тыңдармандар бір сабақ алсын десеңіз, қандай ой тастар едіңіз? Жалпы осы уақыт аралығында сіз енді біраз жетістікке жеттіңіз, сіздің материалды жағы жарайды, ол ладно. Бірақ сіздің осы бір сағат әңгімеден байқағаныңыз, ойыңыз, ойлау қабілетіңіз өте алдыда бір сағат болсын алдыда жүрген адамсыз ғой енді. Осы жүріп өткен жолыңыздан тыңдармандарға қандай кеңес берер едіңіз? Сіз артқа қарай қайтсаңыз, осыдан бір 10 жыл алдын, 15 жыл алдын артқа қайтсаңыз, мысалы, не нәрсені өзгертер едіңіз? Ештеңе вообще. Артқа қайтып мен ештеңе өзгертпес едім, потому что мен қазіргі заман болмас едім өзгертсем. Айтады ғой, Алланың жаңағы жоспары біздікіден жақсы ғой. Мен айтатын оқырмандарға вообще адамның жасағанын адам жасай алады. Дананың жасағанын сіздер жасай аласыздар. Мен жасағанымды да жасай аласыздар. Любой адамның жасағанын адамның қолынан келеді. Просто адамдар өзіне сенімдігі жоқ та. Және ешқашан сдаваться етуге болмайды. Берілмеңіздер. Бір рет не получится, екінші рет не получится, үшінші рет не получится, но в 7-й раз, 8-й раз у вас обязательно получится. И когда вот сол қолдан келген кездегі бақыт, ол жаңағы ең күшті мощный бақыт. Қолдарыңыз ашық болсын, ешқашан жаман сөз айтпаңыздар, негативқа берілмеңіздер. Мынандай сөз бар ғой тоже, мен енді діндар адам емеспін, бірақ өзім хат изучать еткенсін, жаңа Аллахты көп айтып отқансың. Сондар ғой, ертең о дүниеге кеткенде ештеңке алып кете алмайсыңдар. Вообще, вот надо это запомнить. Дүниеге қалай келдің, ештеңкесіз өмірге де солай кетесің да. Бәрі қой, дүние ғой. Зачем оны қолында ұстап дірілдеп, мысалға, сол дірілдеп тұрған жер машинаға кетті, не істейсің, болдың ғой мысалға да. Бер, сауап. Мүмкін сенің бір жерде біреудің жеп қойған ақысын сен біреуге беру арқылы жауып жатқан шығарсың. Карма бар ғой мысалға. Даже если когда сені біреу алдап кетсе, ана иттің баласы ақшамды қайтармай жатыр деп жылама. Жарайды. Хайыр, значит, мен бірдеңке істегем. Адамдар өзі ойламайды істеген заттарын ше. Любой жерде, любой затқа спокойно қарау керек. Өте спокойно. Ақша кидать етіп жатыр ма, значит, ол сенің карман. Сен де когда-то бір кидать еттің. Вспоминай просто ше. И бәрі хайырмен. Ладно, жіберем, енді жолым ақ болсын, жақсы болсын. Түсіндім. Болды. Даже кешеде бір қызбен сөйлесіп жатады, мен кезінде бір апайымды, енді қазір жағдай көтеріліп кеткен ғой, атын айтпай-ақ қояйын, көріп отырсың деші. Кезінде бір апайымды 700 мыңға қадағам дейді да, 700 мың теңге жасақ қойыппын, соны өткенде 700 мың, ровно 700 мың теңге сумка апарып бердім дейді ғой. Типа анау, когда-то енді біреуден енді бір жерден ақша жасаған ғой, сол айтады да, что қар суық қалып кетпесін деп, сол 700 мың теңге сумка апарып бердім, ровно дейді ғой еще. Зато мен қайтардым деген сияқты. И нельзя забывать, что жизнь бумеранг.
Сен пока бұл дүниеде жана біреуге жасаған жамандығын, айтқан сөзін, осужденияның барлығы өзінің басынан өтпей, бұл дүниеден өтпейді адам. Сондықтан адам тілге да бай болу керек, действияға да бай болу керек. Дүниеге ғашық болмаңдаршы, пожалуйста. Мен дүниеге ғашық адам емеспін. Алам, потому что мен енді әйел заты болған соң қызығасың да, мен ақшаға берілген болсам алмаушы едім, оның бәрін жылап ағым келіп тұр ма, алам, өзім қуанта салам, ұнап тұр ма, істей салам деген сияқты. Вот солай оның бәрі кішкентай мелочтан басталады. Не обязательно сразу Есентайға барып Парижге барып бірдеңе сатып алып. Да вы не можете даже элементарно себе позволить пойти там купить нормальные резинки для волос, нормальную расческу. Енді ол состояние тұрмайды ғой мысалға. Кішкентай мелочтан баста да, мелочь. Бірінші ұнайтын кафенан баста, ұнайтын жерлеріне бар, ұнайтын адамдармен сөйлес, ұнайтын заттар көр, сөйтіп адам образ жизни ауысады. Короче, ең айтар лайфхагым, ешқашан берілмеңдер. Это вообще берілуге болмайды. Назад пути нет деген ұғыммен жүріңдер. И мида шектеу жоқ, шектеу біздің, жоқ, әлемде шектеу жоқ вообще. Жалпы бізге вселенная дейді ғой, енді Алланың берген затында шектеу жоқ, шектеу біздің миымызда ғана дейді да. Сол моментті пайдаланып отырып айтқым келіп тұрғаны, ешқашан миыңызға шектеу бермеңіз. Менде бәрі жақсы болады, менде бәрі болады, мен бай қуатты боламын, бала-шағам аман болсын. Мүмкін қазір сізде жоқ затты балаңыз арқылы беретін шығар. Мүмкін ертең біреудің баласы олимпиада чемпионы аяқ астынан байып кететін шығар. Білмейді ғой адам. Просто өз-өзіне алдын ала план жазып қойған ғой. Болды, біз всю жизнь сорлы квартира жүреміз деп өз-өздерін қасып тастағанда, Аллах берем десе фурчикадан береді деген сөз бар ғой. Вот сол моментті ұмытпаңыздар, бәрі жақсы болады, бай қуатты, күшті болыңыздар енді от души. Жалпы осы 1 сағат подкаст маған шыны керек бір жылға вперед психологтың сессиясын заменять еткен сияқты. Шынында да өте құнды ақпараттар айтылды. Мына шексіз әлемде өзіңді өзің шектеме деген нәрсенің тоқ етерін түсіндік деген ойдамын. Сізге осы эфирге келгеніңізге көптен көп рахмет. Көргеніңізге қуаныштымын. Өте керемет эфир болды. Сіздерге де ұнаса, инсайт алсаңыздар, комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сізге сәттілік тілеймін. Бұдан арғы барлық армандарыңыз орындала берсін. Осы берушілердің қатарынан болатын ниетіңіз үлкейе берсін. Сізді үлкен белестерден көрейік. Осы Қазақстанның экономикасын, қоғамын көтеретін бірден бір тұлға болуыңызға тілектеспін. Көп рахмет.